Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өзім көптен іздеген және тапқан блинчиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне тұзымызды саламыз және айранымыздың барлығын құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне електен өткізіп ұнымызды саламыз. Бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған ыстық суымыздың үстіне содамызды салып араластырамыз. Содан кейін массамызға бірден құйып жібереміз. Бірден тездетіп араластыруымыз керек. Жұмыртқа пісіп кетпеуі үшін. Соңынан сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің массамыз дайын. Енді алдын ала қызып тұрған арнайы блинчик пісіретін ыдысымызға бір ожаудай осылай жұқалап құятын боламыз. Блинчигіміз осылай тесік-тесік болып пісіп бастайды. Жан-жағы қызара бастағанда осылай жайлап аламыз. Табаның астына ештеңе жағып керек емес, себебі массамыздың құрамында сұйық май болғандықтан ол табаға жабыспайды. Осылай оңай алынып, тез айналдырып алсаңыздар болады. Біздің тәтті блинчиктеріміз пісті. Міне қараңыздар, өте жұқа әрі жұмсақ. Дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздер де пісіріп көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Алда тағы да осындай оңай рецепттер болатын болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.